Сәлеметсіздер ме? 7-ші сынып оқушылары. Біз бүгін 1-ші тоқсанға арналған 1-ші тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын, яғни ТЖБ тапсырмаларын орындаймыз. Тапсырманы орындамас бұрын біздің арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Және де осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Барлық тапсырманың жауаптары берілген. Бастаймыз. 1-ші тапсырма. Төмендегі температурадағы өсімдіктердің дұрыс еспеуіне әсер ететін фактор. Бұл бізде абиотикалық фактор. 2-ші. Қоректік тізбектің топтарын төмендегі кестеге толтырыңыз дейді. Бізде кесте берілген. Рет саны, топ реті, атауы дейді. Яғни топ реті бізде бірінші топ бұл өндірушілер, 2-ші топ тұтынушылар, 3-ші топ бізде ыдыратушылар. 3-ші сұрақ: облысыңызда Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген бір өсімдік пен бір жануарды атаңыз дейді. Бұл бізде грейк қызғалдағы және бүркіт ителгі. 4-ші сұрақ: табиғи саябақтарда табиғат қорғау жұмыстарымен жүргізілетін жұмыстарды табыңыз дейді. Бұл бізде д-ді жауабы дұрыс, экологиялық білім беру. 5-ші сұрақ: сукцессия түсінігіне анықтама беріңіз дейді. Биоценоздардың табиғат факторларының адам әрекетінің әсерінен ауысуы. 6-ші сұрақ: берілген мысалдарды пайдаланып, адамның экожүйеге пайдалы және кері әсерін көрсетіңіз дейді. Бізде кесте берілген. Сол кесте бойынша талдаймыз. Экожүйеге адамның әсері бұл бізде пайдалы және зиянды болады. Пайдалы. Бұл жерде сіздерде сурет көрсетіледі. Сол бойынша пайдалы, пайдалы бұл бізде өсімдіктерді өсіру және қорықтар ұйымдастыру. Зиянды жаппай аңшылық және ормандарды кесу. Сөйлемді толықтырыңыз дейді. Түрлер туысқа біріктіріледі. Яғни бұл жерде мен қарамен белгілеп қойғам. Толықтырылған сөз. Түрлер туысқа біріктіріледі. Кластар тұқымдасқа біріктіріледі. 8-ші сұрақ: омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың ішкі және сыртқы екі ұлпа қабаттарын анықтаңыз дейді. Бізде 4 жауап беріліпті. А жауабы мүйізге қауырсын, бұл дұрыс емес. В. Пеликула циста, бұл да емес. С. Тері жамылғы түбіт, бұл да емес. Д. Эктодерма және энтодерма. Экто сыртқы қабат, энтодерма ішкі қабат бөлінеді. 9-ші сұрақ: мына суреттерден қарапайым дихотомиялық кілтті пайдаланып, В әріпімен белгіленген жануарды қоршау арқылы көрсетіңіз дейді. Бізде суретте көріп тұрғандарыңызда екі сурет берілген. Бұл бізде көбелек омыртқасыз, жұмыртқалы жануар, бақа берілген. Қазір осыны бақаны былай алып қоямыз. Яғни осыны қоршау арқылы белгілейміз. Бұл бізде бақа. Басталуы: аяқтары бар ма? Иә, аяқтары бар. Денесі бөлшектенген бе? Жоқ. 4 аяқ бар ма? Иә, денесі бөлшектенбеген. Келесі сұраққа өтеміз. 10-ші сұрақ: берілген кестеден минералдық тыңайтқыштардың жетіспеушілік белгілерін сәйкестендіріңіз дейді. Яғни бізде кесте берілген 3 минерал тыңайтқыш. Бұл бізде фосфор, азот, калий. Осыларды сәйкестендіруіміз қажет. Фосфор бізде өсімдіктердің өсуі, гүлдеуі, тұқым беруі тоқтайды. Яғни фосфор жетіспеген жағдайда өсімдіктер өспейді. Бұл бізде 1 С деп жазамыз. 2-ші азот. Азот жетіспегенде жер үсті өркендерін күшейтеді, яғни шөптер көбейіп кетеді.
яғни 2В дейміз. Үшінші, калий жетіспегенде тамырлар нашар өседі, пиязшықтары нашар дамиды, яғни 3А. Яғни бізде болады 1С, 2В, 3А. Төртіншісі, 11-ші сұрақ. Жасуша бөліктерін атап жазыңыз дейді. Бізде қабықша, цитоплазма және ядро. 12-ші сұрақ. Бұл бізде өсімдік жануар мүшелерін төмендегі суреттер бойынша кестеге толтырыңыз. Бізде бірінші өсімдік гүл берілген, екінші жануардың суреті. Өсімдік мүшелері бұл бізде тамыр, сабақ, жапырақ. Жануар мүшелері бұл бізде тұлға, аяқ, бас болады. 13-ші сұрақ. Тірі ағзалар үшін судың маңызды 2 қасиетін атап көрсетіңіз дейді. Бізде бірінші бұл тез қайнайды, жоқ. Екінші, тірі ағзалар үшін судың маңызды жылуды өткізеді. Үшінші, тотығады, бұл дұрыс емес. Төртінші, қыздырғанда кеңейеді. Яғни бізде 10-ші сұрақтың жауабы 2 мен 4 болады. Достар, бізде бар жоқ осы 13 тапсырма берілген. Біздің осымен тәжірибеміз аяқталды. Барлығы сіздердің өткен тақырыптарыңыздан қарастырылған. Сұрақтардың барлығы өте оңай. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Егер осы видео сіздерге пайдасы тиіп жатса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.